Сәлеметсіздер ме? Мен Сәриева Әсеткүл, медицина саласында көп жылғы еңбек тәжірибемен сіздермен бөліскім келеді. Бүгінгі видеода айтатыным климакс туралы. Әйелдердің, яғни 50 жасқа жақындағанда кезеңдердегі аурулар және оның емдеу жолдарын айтып өткім келеді. Әйелдер көбінесе ерте климакс болатында болады. Ол мына тұқым қуалаушылық дейді. Анасында ерте климакс болса, қызында да сондай жағдай болады көбінесе. Бірақ негізгі климакстың уақытысы 47 менен 50 жастың арасында басталады. Климакс басталған кезде кейбір әйелдер жеңіл өткізеді, кей әйелдер өте қиын өткізеді. Кей әйелдер денесі қызып, тер бұрқ ете қалып, терлеп кетіп, жүрегі қысылып кетіп, сондай жағдайлар көп кездеседі. Тер тоқтамайтын жағдайлар да болады. Ал кейбір әйелдерде климакс кезінде қорқыныш болады, ұйқысыздық болады, не бостудан жаңағы үрейленетін, ойына жаман ойлар түсетін жағдайлар болады. Ал кейбір әйелдер жаман түстер көріп, тек қана ойлағаны жамандық болады. Ал жалпы барлық әйелдерде қандай да болмасын жүйке жүйесі тыныш, отбасылық жағдайда да тыныш болатын болса, ол әйелдерде көбінесе білінбей, жай ғана білініп, білінбес өтіп кететін уақыттар кезігеді. Ал енді бұл климакстен қалай емделу керек? Климакс кезінде міндетті түрде жүйке жүйесін тыныштандыру керек. Жүйке жүйесін тыныштандыру деген әрине білікті мамандарға бару керек. Тәжірибемде осы жағдай өте көп кездесті. Кейбіреулерде тіптен жын қуып кеткендей аурулар болады. Ол ешқандай жын емес, оның мына гормон ауысқан кездердегі көңіл күйіндегі болып жатқан, жүйке жүйесіндегі болып жатқан дүниелер болады. Сондықтан ол әйелдерге емдеу жолдары, оны алдымен тыныштандыру керек болады. Тыныштандыру шөптерін беріп, тыныштандырып, массаж жасап, көңіл күйін жаңағы емдеп, сөйлесе, әңгімелесе отырып емдеу керек болады. Ал климакстың қандай да болмасын, жеңіл түрі, орта түрі, қиын түрлері болған жағдайда әйелдерге міндетті түрде ішкі ағзаларды тазалау керек болады. Ішкі ағзаны тазалау дегеніміз асқазанды тазалау, өт толып тұрған жағдайда өтін қуалау, ұйқы безін тыныштандыру, ішектердегі пайда болған тастар, мына нәжістен пайда болған тастарды қуалау, бүйректегі құмдарды қуалау, қуықтардағы тұздарды, құмдарды қуалау болады. Осының барлығын тазаласа, шөппенен әрине білікті маман тазалау керек. Өз бетіменен тазалауға болмайды. Егер осының бәрін тазалайтын болса, қанға жеңілдік болады. Қан сұйылады, дене жаңағы ширайды. Оның арқарта жаңағы массаж алып, инеменен ем алып, неше түрлі шығыс методикасындағы емдерді алатын болса, ол көңіл күйінің бәрі орнына келетін болады. Ал көбінесе осы климакс болған әйелдерде буын ауырған пайда болады. Климакс кезінде буын ауырады және де қан қысымы көтеріліп кететін жағдайда болады. Осы жағдайлардың барлығына жаңағы алдында айтқан ем тәсілдері үлкен жәрдем береді, үлкен көмек береді. Медитация жасау арқылы ұйқысы тыныш болатын болса, ол климакстен де жеңіл жолмен өтетін болады. Бұл климакс дегеніміз өте не аурудың санында жоқ, не ауырмаудың санында жоқ, өте қиын аурудың түрі болады. Кейбір әйелдер тіптен үрей болғаны сонша, баласы келгенше, болмаса күйеуі жұмыстан қайтқанша, болмаса бір жол жүріп кеткен біреу қайта келгенше, сондай үрейленіп, үрей басып алады. Ол үрейленген жағдайда көбінесе инеменен емдеу және медитациямен емдеу керек болады. Климакс кезінде түрлі тыныштандыратын шөптерді ішу керек. Мысалы, валериан тамырын ішетін болса, ол валериан тамырынан міндетті түрде күніге кешкінде жатарда 50 граммнан ішетін болса, ол валерианды дайындау тәсілі, оны тек қана қайнатып қоя салмайды. Ванна етіп, ыдыстың ішіне су құйып, валериан тамырын салып, жаңағы 10 минут қайнатып, одан кейін 20 минут бұқтырып қойып, одан кейін барып сүзіп алып, жаңағы дайын 30 грамм тұнбаны құйып, 20 грамм су араластырып, қайнаған жылы су араластырып, жатарда ішіп жату керек болады. Бұл өте жақсы тыныштандырады. Витаминдерді ішу керек болады. Әсіресе мына ағзадағы керекті витаминдер, күннен алатын Д витаминіміз және сүйектерге керек калий, кальций, магний деген витаминдер араласқан дәруменді ішу керек болады міндетті түрде. Тіптен осының бәріне көнбей жатқан жағдайда дәрігерге қаралып гормон ішуіне тура келеді.
Ол климакс кезіндегі нәрседен міндетті түрде қандай да дәрілік жолмен болсын, табиғи жолмен болсын емделген дұрыс. Әсіресе көңіл күйді өте реттеу керек болады. Көңіл күйді реттеу үшін психолог мамандарға, мына біз сияқты мамандарға келіп емделсе, ол өте жақсы өзіне көңіл күй сыйлайды. Сондықтан климакс кезінде міндетті түрде емделіңіздер деп кеңес беремін мен. Сіздермен болған мен Сәлиева Әсеткүл. Әр уақытта қандай сұрақтарыңыз бар, сұраңыздар. Айтамыз, жауап беремін.